Сен бір кездері жалғыз мүйізділерге сенесің бе? Ал егер олар ертегі әлемінің сүйкімді, сиқырлы тіршіліктері емес, ең қатыгез қырғынға да қабілетті қуатты жаратылыстар болса ше? Терминатор единорогтарды көргің келе ме? Онда кеттік. Эллиот есімді ер адам қызы Ридлимен бірге жолға шығады. Жақында ғана Эллиот әйелімен қош айтысқан еді, енді жалғыз перзентімен қарым-қатынасын жөндеуге тырысуда. Бірақ мәселе мынада, Ридли жасөспірім, әрі мінезі өте ауыр. Эллиот қызын бастығы немесе оның отбасы тұратын таудағы зәулім үйге алып бармақ болады. Бастығы аса бай әрі ықпалды адам. Эллиот жолда кешігіп қалып, жылдамдықты қатты арттырады. Телефонмен сөйлесіп, қызымен ұрсысып, сол сәтте түшкіріп қалады да, жолға қарамай, кездейсоқ бір жануарды қағып кетеді. Өзі де аз қалғанда жолдан ұшып кете жаздайды. Ер адам қаққан жануардың кәдімгі бұлан да, сиырда емес, нағыз жалғыз мүйізді екенін байқайды. Жараланған жануар қинала ақырып, Эллиот темір монтировкасын алып, оған жақындайды. Ридли де соңынан ілеседі. Екеуі де көздеріне сенбей тұрып қалады. Қыз аянышпен жаралы жануарға қарайды. Кенеттен жалғыз мүйіздінің мүйізі дірілдей бастайды. Ал Ридли қолын тигізген сәтте-ақ бойын ғарыш кеңістігінде қалықтап, галактиканы артқа тастағандай ғажайып елестер жаулап алады. Бірақ әлдекімдер бұл жалғыз мүйіздіні аңдып жүрген екен. Ридлидің елестері сол мезетте үзіледі. Көп ұзамай олар зәулім ескі сарайға жетеді. Бұл үй ортағасырлық қамалға ұқсайды. Олар жалғыз мүйіздінің денесін жасырын түрде өз көліктерінде ұстап жүр. Эллиот бастығының ұлы Шепардпен, бастығының әйелімен, кейін өзі Леопольд деген бастығымен амандасады. Бұлар да өте бай, әрі өздерін асқан өр көкірек ұстайтын адамдар болып шығады. Мысалы, Шепард Ридлидің бетінде безеу барын айтып мазақ етеді. Қыз қатты ренжіп, жылаған көз жасын сүрту үшін әжетханаға кетеді, кенеттен бетіндегі безеулердің ғайып болғанын көреді. Ридли мұның себебі жалғыз мүйіздінің қаны тигеннен екенін сезінеді. Сонымен қатар әлгі бейшара жануардың әлі тірі екенін жүрегімен түйсінеді. Сол арада Леопольд өзінің ауыр сырқат екенін, дәстүрлі ем-домның көмектеспей жатқанын, енді бизнес серіктес іздеп жүргенін айтып қалады. Ол бұл рөлге дәл Эллиотты лайық көретінін меңзейді. Эллиот іскерлік келісім шарттың мәтінін оқып отырып, көзі анық көре бастағанын байқайды. Бұған дейін әлсіреген көруі әлдеқайда жақсарған. Дегенмен келісім шартқа қол қоюдан бұрын, ол Леопольдтың отбасын және оның қызы Ридлиді жақсырақ танып алғысы келеді. Ридли әкесіне жалғыз мүйізді әлі тірі екенін айтады. Бұған сенген Эллиот қызым сырқаттанып қалды деп сылтау айтып, тез арада үйге қайту керектігін жеткізеді. Бірақ Леопольд онда іскерлік келісім шарт болмайды деп қатаң ескертеді. Сол түні бәрі Эллиоттың көлігінің қатты теңселіп, дабыл қағып тұрғанын байқайды. Олардың жасырған жалғыз мүйіздісі сыртқа шығуға ұмтылып жатты. Леопольдтың көмекшісі пистолетін суырып алады. Барлығы үрей мен қызығушылыққа толы жанарлармен әлгі жануарға үңіліп қарайды. Иә, бұл шынымен жалғыз мүйізді еді. Ридли жалғыз мүйіздінің қаны бет терісін тазартып жібергенін айтады. Эллиот та жануарды көргеннен кейін көруі жақсарғанын және аллергиясы жоғалғанын мойындайды. Мұның бәрі жалғыз мүйіздінің ерекше сиқырлы әрі емдік қасиеттері барын көрсетеді. Осыны ұққан Леопольд әлгі жануарды зерттеу керек дейді. Ол оның көмегімен қатерлі ісікке қарсы дәрі жасап шығуға үміттенеді. Түнде Эллиот Ридлидің бөлмесіне кіреді. Қызы әлі де жалғыз мүйіздімен бір түрлі байланыс сезетінін мойындайды. Алайда әкесі мұны психологиялық жарақаттың салдары деп есептейді. Ридли әкесін қуып шығып, интернеттен жалғыз мүйізділер туралы ақпарат іздейді. Эллиот аулаға шығып, Шепардпен тіл қатады. Сол сәтте екеуі де алыстан жұмбақ дыбыстарды естиді. Шепард жалғыз мүйізділердің шағылыс маусымы басталды дейді. Бірақ Эллиот алыстаудан төгілген кемпір қосақтай сәулені байқайды. Ридли жалғыз мүйізділер мен аңшылар жайлы аңызды есіне түсіреді. Ерте заманда адал әрі пәк қыздың көмегімен ер жүрек аңшы жалғыз мүйіздіні ұстап, жанын қиған екен. Кейін жануар қайта тіріліп, оны торға қамап тастаған. Сонда оның сойқан жасаушы туыстары жойқын әрі қатыгез жалғыз мүйізділер келіп, бүкіл қаланы қырып салған. Сол түні Ридли көз іле алмайды. Ол әлдененің сұмдық жақындап келе жатқанын сезеді және аңыздың шындық болуы мүмкін екенін түсінеді. Осы сәтте оларды арнайы қорғаныш костюміндегі дәрігерлер ұстап әкетеді. Дәл сол жағдай Эллиотқа да қайталанады. Кейін белгілі болады, бұл адамдар Леопольдтың отбасы үшін жұмыс істейтін ғалым, доктор Сонгстың көмекшілері екен. Олар сан түрлі зерттеу мен тәжірибе жүргізіп, жалғыз мүйіздінің әр мүшесі ерекше емдік қасиетке ие екенін анықтайды. Жалғыз мүйіздінің қаны аса қуатты дәрі. Бұл оның мүйізіндегі химиялық құраммен байланысты еді.
Өйткені мүйіз әлі де болса түсініксіз электрлік импульстар таратып тұр. Доктор Сонг баршаға жалғыз мүйіздінің ұнтақталған мүйізінен алынған ампуланы көрсетеді. Ғалымдар пікірінше, бұл ұнтақ жануардың қанынан да әлдеқайда күшті әсер етеді. Билл болса өмірінде көп уақыты қалмағанын біліп, тәуекелге баруға дайын еді. Бірнеше күннің ішінде ғалымдар жалғыз мүйіздінің мүйізінен ғажайып дәрі жасап шығады да, оны тамшылатып Биллдің ағзасына енгізеді. Мүйізден әлі де электромагниттік толқын таралып тұр, әрі оның қуаты күшейген үстіне күшейе түскен. Ғалымдар тәжірибелерін тоқтатпайды. Ридли қатты қобалжып, орманға кетіп қалады. Ол екі ортада алаңдап, ағаштардың арасын кезіп жүреді. Кенет орман түкпірінен оғаш шу естіледі. Бұл жалғыз мүйізділердің ақыраған дауысы еді. Ридли шошып кетіп, кері қарай қаша жөнеледі. Сонан соң Шепардпен сөйлеседі де, оған өз күрін айтады. Бастапқыда Шепард мазақ етіп күліп алады. Алайда кейін ол да қызға көмектесуге келіседі. Сол арада дәлізде Билл көрінеді. Ол рак дертіне толықтай емделіп шыққан екен. Енді бұл ер адам мүлдем сау. Тексеріс нәтижелері оның ағзасында бірде-бір ауру клетка қалмағанын көрсетеді. Билл өзінің тамаша халіне мәз болып, ғалымдарға жалғыз мүйізділерді зертханаға жеткізуді бұйырады. Өйткені ол жаңа дәрі партиясын жасап, сол арқылы 100 есе байығысы келеді. Алайда доктор Сонг бұның қауіпсіз екеніне сенімсіз еді. Ол алдымен жаңа дәріні жан-жақты сынау керек дейді. Бірақ Билл күтуге көнбейді. Ол миллиондаған долларды қазір, осы сәтте алғысы келеді. Ридли жалғыз мүйізділер туралы мәліметтерді жинауды жалғастырады. Ол Леопольдтың отбасынан жалғыз мүйізділердің денесін бұдан әрі пайдаланбауды өтінеді. Бірақ ешкім тыңдағысы келмейді. Бұл үйдегі адамдарға аңыздар мен тарих қызық емес, оларды тек ақша ғана қызықтырады. Жалғыз мүйіздіні зертханаға тасымалдауға дайындайды. Оның мүйізі бұрынғыдан да күшті электромагниттік сигналдар шығарып, тіпті ұялы байланыс желілерін өшіріп тастайды. Дәл осы кезде ғалымдарға бір топ ірі әрі ашулы жалғыз мүйізділер шабуыл жасайды. Олар бірден бірнеше адамды өлтіріп, орманға кіріп кетеді. Тек Ридли мен әкесі тірі қалып, олар да жалғыз мүйізділерден қашып құтылады. Айтпақшы, жау жалғыз мүйізділердің мүйіздері де жарық шашып тұр еді. Ридли барлығын алдын ала ескерткенін айтып ашынады. Ол өзінде жалғыз мүйіздімен ерекше байланыс барын сезеді, және бұл жерден дереу кетіп, жануарлардың денесін тыныш қалдыру керек екенін айтады. Алайда Билл тағы да ешкімнің уәжін тыңдағысы келмейді. Ол жалғыз мүйізділердің сиқырлы қасиеттерін ұмытпайды да, таудағы барлық жануарларды аулап ұстау үшін аңшылар тобын жинайды. Одан бөлек ол Эллиоттан да осы топқа қосылып, өзінің адалдығын дәлелдеуді талап етеді. Өйткені өзі жас кезінде арыстандарға сафари ұйымдастырған, енді жалғыз мүйізділер оған жаңа әрі қызықты олжа болып көрінеді. Шепард сол кезде тағы бір ғалым, доктор Хатимен сөйлеседі. Ол жалғыз мүйіздінің ұнтағы құйылған сынауықты ұрлап, қалтасына салып жібереді. Кейін докторлар кеткенде, Шепард әлгі ұнтақты дәмін көру үшін аузына салып, тіпті мұрнымен де тартып көреді. Сол сәтте оның көздері дірілдеп, шапшаң қозғала бастайды. Ридли ежелгі аңызды есіне алады. Жалғыз мүйізді бір кездері қайта тіріліп, қайта өмірге келген екен. Демек, ол жануар тағы тірілуі мүмкін. Қыз әкесіне хабарлама жолдап, дереу үйге қайтуын өтінеді. Шынында да жалғыз мүйізді қайта тіріле бастайды. Бірақ соған қарамастан, Шепард бәрібір ғалымдардан сол жануардың мүйізін алып келуді талап етеді. Ғалымдар жалғыз мүйіздінің мүйізін кесуге кіріседі. Сол уақытта Билл мен оның аңшылар тобы жалғыз мүйізділерді іздеп тау-тасты кезіп жүреді. Бірақ аңшылардың өзі әп-сәтте жыртқыштарға айналады. Олар бірінен соң бірі жалғыз мүйізділердің арнайы дайындаған қақпандарына түсіп қырылып қалады. Тірі қалғандары кері қайтады. Арасында Билл де бар еді. Бірақ жалғыз мүйізділер сарайдың қабырғаларын оңай бұзып кіріп келеді. Олар бір жалғыз мүйіздіні қолға үйретпекші болады. Бірақ жалғыз мүйізділер тез арада әлгі адамды өлтіріп тынады. Үйдің іші кенеттен қап-қараңғы болып, барлық түстері ғайып болады. Ридли айғайлап: "Бұл жалғыз мүйізділер, біз жолда соғып кеткен баласының ата-анасы. Оларға өздерінің баласын қайтару керек, сонда ғана олар бізді тыныш қалдырады", дейді. Бұл жауапты миссияны Леопольдтың отбасында қызмет ететін Гриф есімді үй қызметшісі мен доктор Хатиға тапсырады. Сол кезде Шепард тағы да жалғыз мүйіздінің мүйізінен жасалған ұнтақты ішіп алады. Өкінішке қарай, біздің кейіпкерлеріміздің жоспары іске аспайды. Жалғыз мүйізділер өздерінің баласы жоқ екенін көргенде, одан бетер ашуға мініп, докторды өлтіріп тастайды. Шепард болса, оларды тек пәк әрі таза жүректі қыз ғана құтқара алатынын айтады. Ал Эллиот өз қызы Ридлиді пайдалануға жол бермейтінін кесіп айтып, жұмыстан шығып кетеді. Ол қызы екеуі қашып кеткісі келеді.
Алайда үйдің айналасын ашулы жалғыз мүйізділер қоршап алып ішке кіруге тырысады. Ақыры жалғыз мүйізділер үйге басып кіреді. Олардың бірі Белиндаға шабуыл жасайды. Леопольд отбасынан тірі қалған жалғыз адам Шепард қана еді. Эллиот кішкентай жалғыз мүйіздінің мүйізін алып, ашулы жануарларды өзіне бұруға тырысады. Тек солай ғана Ридлидің қашуына мүмкіндік болар деп үміттенеді. Оның жоспары іске аса жаздайды. Жалғыз мүйізділер бүкіл орманды аралап, Эллиотты қуалайды. Алайда Ридли қашып үлгермейді. Өйткені оның жолын Шепард кес-кестеп шығып, садағын кезеп қорқытады. Ол жалғыз мүйізділер тек пәк әрі мейірімді жүректі қызға ғана бағынатынына сенімді еді. Сондықтан олар Ридлисіз жеңе алмайды деп есептейді. Шепардтың сөзінде рас бар екен, ересек жалғыз мүйізділер Ридлиді тауып алады. Бірақ қызға еш зиян келтірмейді, қайта оның жанына келіп жата кетеді. Сол сәттен бастап Шепард жалғыз мүйізділерді бағындыруға бел буады. Бұл көріністі Эллиот байқап қалып, Шепардты тоқтату керегін түсінеді. Қолында жалғыз мүйіздінің мүйізі бар еді. Бірақ Шепард үлгеріп, Эллиотты садақпен жаралайды. Одан кейін Ридлиді өлтірмек болады. Дегенмен Ридлиді соңғы сәтте ересек жалғыз мүйізділердің бірі құтқарып қалады. Өмірінің соңғы минуттарында Эллиот қызына: «Мен сені осы әлемдегі бәрінен де қатты жақсы көремін» дейді. Ридли әкесінің қазасына егіліп, көз жасына ерік береді. Осыны көрген жалғыз мүйізділер өздерінің керемет сиқырының күшімен Эллиотты да, өздерінің баласын да қайта тірілтеді. Кейін олар тыныш қана орманға қарай қашып кетеді. Алайда Эллиот пен оның қызын полиция сол сәтте ақ ұстап алып, Леопольдтың үйінде болған бүкіл қылмыстарға кінәлі деп айыптайды. Кейіпкерлерімізді полиция көлігімен алып кетіп бара жатқанда, жалғыз мүйізділер тағы да көмекке келеді. Олар полиция машинасын қуып жетеді де, Эллиот пен Ридли отырған көлікті соғып, жолдан шығарып жібереді.